Үйде тамақтану ма, мейрамханада ма? Үйде. Үйде. Заманауи өнер ме, классика ма? Классика. Ата-енемен тұру, бөлек тұру? Бөлек тұр. Ата-енемен тұру. Экстрим бе, тыныштық па? Тыныштық. Танымал болу, бай болу? Екеуі де. Согласна. Хобби ме, жұмыс па? Хобби. Ерте тұру, кеш жату? Ерте тұру. Ерте тұру. Нәтиже ме, процесс пе? Маған нәтиже. Достық па, махаббат па? Достық. В смысле, махаббат? Біз енді бірінші дос болдық. Мен сразу ғашық болдым. XYZ кадр бір дублюш. Ғұмаржан Айдарқызы, бұл кісі жаңағы кішкене бизнес-бумен, кішкене және қоғамдық жұмыстарға араласады, белсенді. Астана қаласы Сарыарқа ауданында ардагерлер кеңесінің төрайым орынбасары, басқа да қоғамдық жұмыстарды араласады. Бірге тұрғанымызға 25 жылдай, одан да жоғары болып қалды. Жалпы осы. Мына кісі Нұрке деймін мен Нұрлан демеймін, Нұрке деймін. Менің жолдасым. Танымал адам мемлекетімізде. Әйгерім, жұбайым, жасы 30-да. Үш баланың анасы. Түріне қарасам 18-дегі қыз сияқты. Тіл қазына қорында цифрлық жобалар және Орталық цифрлық жобалар трансформация. Цифрлық трансформация орталығының жетекшісі, PhD кандидат, ғылыммен айналысады, әйел құқығы, гендерлік саясат және тағысы өте көп монография жазған керемет адам. Рахмет. Менің жолдасым Болат, Қазпочта акционерлік қоғамының ресми өкілі, коммуникация департаментінің жетекшісі, 3 баланың әкесі, менің қолдаушым. Менің жұбайым, есімі Айжан, жасы 24-те. Бұрын журналистикада қызмет еткен, және де сол саланы оқыған. Қазіргі таңда фриланс фотограф, өзінің видео контент және де фото контенттерімен айналысады, және де өзінің авторлық турын жүргізеді. Менің жарым 24-те. Мен жолдасым Ануар, жас 24-те. Мамандығым журналист, бірге оқыдық. Универде бірге оқып, 4 жылдан кейін емес, 5-ші жыл кездесе бастадық. Ал қазір графика дизайнер болып жұмыс істейді. Бізге осы жылы бұйыртса 2 жыл болады. Бәлкім 4-ші жылы айтуға болатын шығар, бірақ енді Бірақ 21-ден бастасақ 2 жыл емес. Енді 21-ден бастасақ 2 жыл емес, бірақ десе де 3 жыл емес, бірақ махаббаттың өзінің уақыты болады белгіленген, өзінің уақыты ары қарай достық қарым-қатынас, адамгершілік, одан қалды сыйластық өрбіп ары қарай жетелеп алып кетеді дегенге көбірек сенемін. Бірақ енді нақты бір мерзім қоймас едім. 3 жыл, 2 жыл, 10 жыл, 15 жыл деп. Әркімде әртүрлі. Мен келіспеймін. Жоқ, саған келсем, бірақ 3 жыл өмір сүретініне келіспеймін, себебі махаббат деген сөздің өзін сыйластық, жақсы көру, қамқорлық деген сөздерден бөлек алып қарастыратын адамдар ғана 3 жыл деп есептейді, ол ғашықтықты айтады. Эмоция, жақ, жыр, сол моментті ғана махаббат деп ойлайды, ал махаббат деген меніңше бүкіл өмір, ол тек 3 жыл емес. Шын айтқанда махаббатты 3 жыл емес, ол біреулер одан да көп мәңгі деп атады. Мәңгі де емес ол, 3 жылда емес ол әркімнің қарым-қатына байланысты қай уақыт оның өзі. Ал бірақ егер шынайы
сыйластық, құрмет, үлкен түсіністік болса, махаббат ол ұзақ жылдарға барады. Қарым қатынасқа ұлғасқан махаббат ол тұрақты, күнделікті жұмысты талап етеді. Қарым қатынасты құрастырып отырған екі тұлға тарапынан үнемі бір-біріне деген қолдауды, түсінушілік танытуды, ол күнделікті жұмыс. Көп еститін бір сөз бар. Бірінші махаббат болады, кейін сыйластық. Сыйластық болмаса ажырасып кетеді. Махаббат ол құндылық, махаббат ол база, фундамент, сыйластық ол тек қана бұл махаббатты ұстап тұратын механизмдердің бірі, инструменттердің бірі деп түсінемін. Махаббат ол былай қолмен на ощупь ала алмайсың ғой оны. Ол чувство. Каждый раз по-разному дейді ғой. Сегодня ты сильно любишь, завтра может быть менее из-за чего-то, из-за твоего настроения дегендей. Но вообще, в принципе, адамға көзқарас, что ли, жақсы көріп тұрасың, іштей жақсы көріп тұрасың, если даже сырттай басқаша сөйлеп тұрсаң да. Поэтому махаббат это есть оно. Менің ойымша қарым-қатынасты құрайтын бастапқыда ол сезім, ал оны ұстап тұратын сенімділік, өзіне деген, өз сезімдеріне деген, жұбына деген, жұбының сезімдеріне деген, және екеуінің біріккендегі күшіне деген. Бұзатын негізі тәжірибеде бірінші қызғаншақтық. Қызғаншақтық қайдан туылады? Түсінбеушіліктен, басқадан қызғаншақтық. Сосын ол адамды жете білмегендіктен. Бірінші қызғаншақтық болмау керек. Екінші өркөкіректік болмау керек. Үшінші кеңірек ойлау керек. Асығыс шешім шығармау керек. Менің ойымша қарым-қатынасты құратын ол әңгіме сияқты. Әңгімелесу, адаммен тіл табысу, ортақ құндылықтарың, қызығушылықтарың, және де сол арқылы сол нәрселер бір-бірін құрай келе үлкен сезімге ұласады деп ойлаймын. Және де сол арқылы адамға симпатия дейміз, эмпаттық сезімдер де пайда болады. Сол арқылы менің ойымша осы барлығы осы әңгімеден басталады сияқты. Және де оның сезімнің, махаббаттың драйвері де әңгіме деп ойлаймын менің ойымша. Бұзатын деген бұл. Ал бұзатын дейсіз бе? Бұзатын ол эго шығар, адамның эгосы шығар, бәлкім. Эго. Иә. Меніңше қарым-қатынасты нығайтатын ол бір-біріңді түсінуге тырысу, оның жағдайына қызығу, оның әңгімелеріне қызығу, ол өзіңді қинап қызығу емес, жай ғана түсіну үшін қызығу. Сұрау, әңгіме, түсіністік. Ал бұзатын сенбеу. Тек өзіңе алу, өзің ғана, отбасыда екеу емес, өзім ғана деп ойлап, бүкіл шешімді өзің екінші адамның рұқсатынсыз, келісімінсіз қабылдай салу. Мен өзімді кішірейіп кеттім деп ойламаймын, например. Мен оның аяқ киімін күнде жуам. Күнде жуам, тазалап, кептіріп қоям. Біреулер считают, что это унижение деп солай ойлайды. А я считаю, что я делаю приятное и хорошее ему, потому что это менің жолдасым. Сондықтан сондай нәрселерді істеймін, әп-әдемі қылып жұмысқа жіберем, тамағын вовремя пісіріп берем. Сол понимание и ценить друг друга надо дегендей. Мына кісіде сосын мен солай істеген соң, мына кісіде естественно обратный процесс бар ғой. Жұптың екі адамның бірі немесе екеуі де дамымай қалса дегенде енді рухани,
кәсіби білімі жағынан иә біреу бір орында тоқтап біреу алға жылжып кетсе немесе екеуі де тоқтап қалса меніңше сол құртады. Деңгейлері әртүрлі болып кетеді. Содан кейін бір-бірін түсінбеушілік басталады. Менсінбеушілік. Бір тарап түсінбейді, екінші тарап оны менсінбейді. Иә, бұл қарым-қатынасты құртады. Мысалы бір күшті сөз бар, үйленгенге дейін екеуміз маған бір күшті мен сыйлайтын бір аға айтқан, жұмыс істейтін өзінің хоббиі бар, құрбылары көп, әйелге үйлену керек. Себебі егер де оның жұмысы, хоббиі, құрбысы болмаса, оның басты жұмысы, хоббиі сен боласың үйленгеннен кейін. Керісінше әйелдің хоббиі бар, жұмысы бар, әріптес құрбылары бар, сондықтан бұл өте жақсы стратегия деп есептеймін. Стратегический партнер. Сенің өмір бақи енді білмеймін, кейбір адамдарға бәлкім ол өмірінің бір белгілі бір периодын өтуі мүмкін. Бір адамдарға өмір бақи, мысалы өмірінің деген сияқты. Сол себептен өмір бақи деп алсақ, сол сенің сапарласың, яғни сенімді адамың болу керектігі, және де қандай қиыншылық болсын, жақсылық болсын, барлығын жақсы қабылдай алып, содан бір түйін шығара алатын адам болуы өте маңызды деп ойлаймын. Жалпы жар, екінші бөлшегі деп айту, ол жай ғана қарым-қатынастағы бір ғана бағыты ғана ғой. Бірақ ерлі зайыптылар ол бір-біріне жар да, дос та, кей жағдайларда болады екеуміз сияқты болса, әріптес те болып жатады, иә. Қателеспеу керек, себебі ол адам саған тек қана бала туып тамақ жасамайды. Ол адам сенімен бірге өседі, сенімен бірге дамиды, сенімен бірге қоғамды жақсартуға көмектеседі. Себебі кез келген отбасы ол қоғамды құраушы бөлшек, сәйкесінше ол жалпы адамзатқа пайдалы болуға тырысады. Өмір өзі толығымен қиыншылықтан тұрады. Бүгін мен шыр етіп дүниеге келдің бе, ары қарай өмірің бәрі қиыншылықтан тұрады. Енді оның бүкіл өмірі күрес. Сонда соны бірлесіп шешіп істейтін адам ол өмірлік жарың. Сондықтан жар таңдауда қателеспеу үлкен жеңіс. Егер адам тұтас өміріңді сен қалауларың, армандарың, мақсаттарың және әдемі өмірің деп алып қарасақ, сен егер дұрыс болғанда өзіңе дәл сай келетін, өзің жақсы көретін жарыңды дұрыс таңдамасаң, өте көп энергияң отношениені дұрыс қалыптастыруға, соның мәселелеріне, кез келген бір өте ұсақ дүниелерге энергияңды жұмсап өткізуің мүмкін де өмірді. Ал өмірді ол нәрсе емес, өте көп нәрсеге, басқа да дүниелерге жұмсауға болады. Уақыт аз деп ойлаймын меніңше. Біздің өмір сүріп жатқан уақытымыз өте аз. Ал оны сапалы, әдемі, барынша тек бақытты сәттерге ғана толы өткізу үшін ең жақсы көретін өзіңе сай адамды таңдау керек деп ойлаймын. Қателеспеу керек, потому что ол өмір ғой. О кісімен бір емес, екі емес, может 30-40 жыл тұрасың. Бала болады, сол енді бүкіл қиындықты бірге өтесің ғой, сондықтан көру керек. Мен ең бірінші ойлаймын, все равно тек деймі, текті жерден өзіне лайықты, не особенно қыздарды алғанда айтады ғой, мамасына қарап ал деп. Сол мен кажется, сол қазақтың несі дұрыс-ау деп ойлаймын. Көбісі үшін сенің әйелің туралы түсінік ол қандай? Көйлегің тіктеулі ма, киімдерің жуылы ма, қарның тоқ па деген сияқты. Вообще қате түсінік. Ол алтыншы сұрақ шығар ол. Себебі бірінші кезекте әйел сенің ішкі психологиялық жағдайыңды реттейтін және соған әсер ететін жан болғандықтан маңыздырақ. Кім сезімін бірінші білдірді? Кім тамақты жақсы пісіреді?
Кім романтик? Үйде қаржыны кім ұстайды? Кім сезімтал? Кім тез шешім қабылдайды? Кім сезімін жиі білдіреді? Кім жиі кешігеді? Кім еріншек? Кімнің жауапкершілігі жоғары? Кім қамқор? Кім қаттырақ жақсы көреді? Қаттырақ не дедіңіз? Жоқ, мен сен дедім. Рахмет. Өте ризамын, алғысым шексіз. Сондықтан бақытты, ең басты денсаулық мықты болып бақытты өмір сүруге тілеулеспін. Енді мен үнемі күнде айтамын ғой. Уайымдама, ешқашан уайымдама, жұмысыңды істе. Мен сені жақсы көрем. И не орысша дейді ғой, до конца жизни своей деп буду рядом с тобой деп. Сол менің признание в любви дейді ғой. 21 жасындағы максимализмді қабылдап, әлі де бар ғой енді соның кейбір сарқыншақтары дейміз. Бірақ десе де сонымен сен әлі жұмыс істей аласың деп соған көндігіп, енді көндігіп демей, соны жақсы менің яғни сезімдерімді аша білуге, менің іште жатқан бір кішкентай болсын бір бала көңілімді аша білгеніне мен Айжанға көптен көп рахмет айтамын. Мен үнемі әлсіз бола бермеймін. Үнемі қатты да бола бермеймін. Кейде еркелеймін, кейде ренжи салам. Көбінесе біздің әйелдің міндеттері деп саналатын дүниелердің көбісін орындамау мүмкін. Бірақ қандай күйінде де жақсы көретін үшін рахмет. Мен бір жетінші. Айт. Годовщинамен құттықтамағаным үшін кешіріңіз. Маған 5 литр шыбап қарыз. Годовщинамен құттықтамағаным үшін кешіріңіз. Сондықтан 15 сәуір күні бір кешкі ас ішуге сізді шақырайын деп едім. Жарайды, келсем. Мен 15 сәуір күніне орай рахмет айтқым келеді. Маған менің бойымда жоқ қасиеттерді маған өзің арқылы үйретумен мені толықтырып жүргенің үшін, мен білмейтін нәрселерді өзіңнің бойындағы бар қабілеттерің арқылы маған сіңіріп жүргенің үшін, маған 24 сағат бойы қолдау көрсетіп жүргенің үшін рахмет.